ер адамның инвестициясы ол тек қана ақша емес, ол тек қана тамақ емес, эмоция. Мені қашан тастап кетеді деген қорқыныш өте ауыр. Одан да мен бірінші тастап кетіп осы нәрсе аяқтайын деген. Бәрін балалық шақпен қаншалықты деңгейде түсіндіру дұрыс. Қалай ол? Иә. Біз деген білмеймін, пойызды жүргізіп жатырмыз, машинаны жүргізіп жатырмыз. Қалай ол менің ішімде мен білмейтін қуыс болады? Жоқ, ол мүмкін емес. Сәлем достар, Ой детокс әлеміне қош келдіңіздер. Ой детокс таныс ойға тың көзқарас беретін подкаст, және өздеріңізбен Ой детокс денсаулық айдарында қауышып отырмыз. Осы айдарға қолдау білдірген Медсервис Плюс фармацевтикалық компаниясына алғыс білдіремін. Жалпы Ой детокс төріне келген бір қатар дәрігерлердің, жалпы барлық дәрігерлердің айтатыны физикалық мәселе, бірақ көп нәрсе менталдық денсаулыққа да байланысты екен. Осы сұхбаттар арасында байқадым. Сондықтан бүгін Ой детокс төріне психоанализ бағытында жұмыс істейтін психолог Сая Бақымованы шақырдым. Көп адам біледі деймін, танымал психологтардың бірі. Сондықтан көптеген сұрақтарыңызға жауап табасыздар деген үміттемін. Экраннан, подкаст платформаларынан алыстамаңыздар. Жалпы енді жаңа айтып жатырмын, психоанализ бағытындағы психолог деп. Жалпы өзіңіздің кәсіби жолыңыз жайлы біраз айтып берсеңіз. Мен Қазақ ұлттық университетін психология мамандығы бойынша бітірдім, бакалавриатты. Бірақ та терапия жүргізуге, психотерапия бағытында жұмыс істеуге ол диплом аздық етеді. Ол жерде әрі кеткен кезде бір жақсы теория алуға болады. Бірақ енді терапия деген ол мүлде бөлек тақырып. Егер де тыңдармандардың арасынан психолог болғым келеді, оның ішінде психотерапия бағытында жұмыс істегім келеді деген адамдар болса, ең алғашқы база ол психолог сізде дипломы болу керек. Және асықпай, міндетті түрде уақытыңыз болса, бір сырттай оқып алып емес, кәдімгідей оқып алыңыз. Ол өте жақсы база, ол қалады сізбен бірге. Бірақ та жаңағы кейде адамдар ренжіп жатады, бакалаврды бітірдім, қолыма диплом алдым, бірақ не істерін білмеймін, университет оқытқан жоқ деген сияқты. Университет оқытпайды, оның ол жаңағы бағдарламасына кірмейді. Енді сіз психологты мамандығын қолыңызға алып алғаннан кейін жаңа дипломды психотерапияның бағытын таңдауыңыз керек. Еститін шығарсыздар, психотерапияның түрлі бағыты бар. Мен енді үнемі психоанализді айтамын, психоанализдің шашбауын көтеріп жүрмін. Бірақ та одан басқа да жақсы деуге аузы бар ой өтірді. Жақсы әзіл, жақсы терапия түрлері бар. Таңдауыңыз керек болады. Қалай таңдау керек? Біз оқып жүрген кезде қысқа бір интенсив университеттер ұйымдастыратын, интенсив деп аталатын, бір аптаның ішінде бірнеше бағыттың оқытушыларымен танысып шығатынбыз. Сол техникамен танысып шығатынбыз, соның ішінде таңдайтынбыз. Көре беріңіз оқып жүрген кезде. Мүмкін біреуіне терапияға барасыз ба? Әдетте қай бағытқа терапияға бардық? Бастапқыда енді бағытты білмейміз ғой біз. Бір психологтың, психотерапевтің тұлғасына қызығып, содан бір жақсы бір образ көріп өзімізге сол бағытқа барамыз. Бірақ көбінесе адамдар сол адамның бағытын таңдап маман болып жатады. Ол да өте жақсы дәстүр. Біртіндеп таңдасаңыз болады. Және таңдаған кезде менің ойымша бір бағытқа адал болу керек сияқты. Өйткені тағы да мен жиі естимін, кейде адамдар ойлайды, бүкіл бағытты оқып шығуым керек, бәрінен хабардар болуым керек. Біз енді біздің жұмысымыз жаңағы не дейді, андай адамдар болады ғой, бір ұста, шебер адамдар болады, үйге келіп бүкіл жұмысыңды тындырып беретін. Біз ондай емеспіз. Әмбебап емеспіз. Ондай әмбебап, әртіс, сондай бір жаңағы ортаның гүлі болуға міндетті емеспіз. Кейде психологқа сондай образды да таңып жүреді. Мысалға, тұйық, жабықтау адам болса, мынаның қай жері психолог деген сияқты. Ол да қате ұғым. Біздің әрқайсымыздың өзіміздің тұлғамыз бар. Сондықтан бір бағытты таңдап, соның ішінде оқып, өйткені бір бағыттың ішінде де минимум кем дегенде бір 4-5 жыл оқитындай материал бар. Сол бағытта сіз терапияға барасыз, сол бағыттың теориясын оқисыз, соның ішіндегі стандарттарды орындайсыз, сертификаттар жинайсыз, супервизияға барасыз. Сол кезде барып адам қабылдап терапиямен айналысуға болады. Бұл енді оңай емес, бірақ та ондай қатты қиын да емес. Сондықтан бір тиіп қашып емес, айлық курстарды емес, тез адам қабылдаймын деп асықпай, бір байыппен қарасаңыздар,
жетуге болатын меже. Кейде адамдар айтып жатады, қазір психолог көп деп. Ол солай көрінеді. Инстаграмнан мүмкін сондай бір стереотип қалыптасуы мүмкін, екінің бірі психолог деп. Бірақ шын мысалға мұқтаж болып, біреу іздеп, өзіңде орын болмай, өйткені біздің әрқайсымыздың уақытымыз шектеулі. Біз барлық адамды қабылдай бермейміз. Кәдімгідей сағат саны шектеулі болғандықтан және ұзақ терапиямен айналысатын адамдарда әсіресе орын болмайды. Кімге жібереріңді білмейсің кейде. Бір 2-3 адамға айналдырған жібересің, ол адамдарда да орын болмайды. Екі ортада адамдар сенделіп қалады. Сондықтан да бұл жерде конкуренция көп деп, психолог көп деп қорқып қалмаңыз. Жақсы маман аз, өте аз. Әсіресе балалармен жұмыс істейтін психоанализ бағытындағы психологтар қазақша өте аз. Біз кейде іздеген кезде шынымен таппаймыз да. Сондықтан да мен жаңағы енді блогымда осындай жерлерде мен бір жағынан психоанализді айтатын болсам, бір жағынан терапияға бару керек деген нәрсені айтатын болсам, қазір өзіме бір тағы да сондай идея алып алдым. Біз сондай осы психоанализ зерттегісі келетін, осы салада жұмыс істегісі келетін, қазақ тілді әріптестерім көп болса екен, қызығатын адамдар көп болса екен деген бір сондай ойым бар. Сонда қандай тағы бағыттар бар? Мысалы сіз айттыңыз ғой, енді тағы бағыттар бар. Мен мысалы психоанализді енді сіздерді жақсы танитын болғандықтан бәлкім сол туралы ғана көбірек білемін. Тағы қандай бағыттар бар? КПТ деп айтып жатады. КПТ деген когнитивті поведенческий терапия дейді. Одан кейін гештальт деген бар, психодрама деген бар. Мен енді ол бағыттарды ішінен білмеймін, бірақ мысалға психодрама туралы жақсы айтып жатады. Кейбір клиенттердің сондай категориясы болады, психодрамаға бейім болады. Олар психодрама деген бір кішігірім жаңа спектакль сияқты ма, бір қойылым сияқты сөйтіп жұмыс істейді. Олар жүреді, қозғалады деген сияқты. Ол да бір жақсы әсерін беріп жатады. Мен айтар едім, психологтың тұлғасы ұнайтын болса, ол сізге бір сондай жауапты, тұрақты жұмыс істеп келе жатқан, өзінің кәсіби бір этикасына сай жұмыс істеп келе жатқан адам болса, мүмкін бастапқыда терапия түрін емес, сол адамға бару керек шығар. Өйткені психологияның ішінде жүрмеген адам үшін бәрібір ғой қай бағыт екен. Әйтеуір жақсы маман болса болды, өзінің шекарасын сақтайды. Өйткені бұл жерде шекара сақтау дегенде үлкен мәселе бар. Психоанализдің не ерекшелігі бар? Психоанализ жұмыста психологпен бір жерде пациент дейді, бір жерде клиент дейді. Енді келген адам арасындағы жұмыста біз тасымал дегенді өте жақсы қабылдаймыз, түсінеміз. Тасымал деген, мысалға адам келеді, біреу саған келсе, ол міндетті түрде ішінде бір сен туралы жақсы бірдеңе ойлап келеді. Өйткені енді психологқа маған ұнамайды, осыған барайыншы деп ешкім айтпайды, бірдеңені ұнатады. Саналы, бейсаналы түрде айтатын шығар, енді жақсы дипломы бар деген сияқты. Бірақ бейсаналы түрде, бейсанаға бәрібір дипломың бар ма жоқ па, бейсаналы түрде ол адам бір сезіммен келеді. Ол сені әке-шешесіне ұқсатады, бір жақсы әпкесіне ұқсатады, мектепте оқытушысына ұқсатады, білмеймін, ұстазына ұқсатады, жақсы бір әріптесіне ұқсатады. Сол бір жақсы сезіммен келеді. Ол нәрсе бізде универсальды нәрсе. Мысалға, сіздің де өміріңізде бар шығар, бір адамды жете танымайсыз, білмейсіз қандай екен, бірақ сырттай сіз ол туралы жақсы ойлайсыз, жақсы адам, жауапты деген сияқты. Өйткені соның тұлғасына сіз өзіңіздің ішіңіздегі бұрын сізде болған жақсы бір қарым-қатынастың бейнесін соған тасымалдадыңыз, ұқсаттыңыз. Мысалға, кейде бір әкемізге бір ұстаздың бейнесін тасымалдаймыз да, әкемізбен жақсы қарым-қатынас болса. Сосын жаңағы адамды тіпті адамдар айтып та жатады, әкемдей болған деген сияқты, шешемдей болған деген. Өйткені бәрібір база ол біздің ішіміздегі ең алғашқы қарым-қатынас. Содан кейін сол қарым-қатынастың негізінде біз өмірімізде басқа адамдарды таңдай бастаймыз. Мысалға, басқа бағыт болатын болса, егер ол тасымал деген түсінікті қолданбайтын болса жұмысында, ол адам ойлауы мүмкін. Енді ол жаңағы келген клиенті сен кереметсің деген оймен келген кезде, ана адам ойлап қалған, мен шынымен де кереметпін, көмектесіп жатырмын деп. Бізге психоанализ былай деп үйретеді. Сен емес керемет, өйткені сен қандай екенін ол адам білмейді. Мүмкін сен өзің ішінде керемет шығарсың, бірақ ол адам білмейді. Ол адамның ішінде өзінің бір образы бар. Сен сол образға бір мастанбай, соның жетегіне кетпей, сен сонымен бір аккуратно жұмыс істе. Өйткені ол бейне, ол пока сен емес. Ол өзінің ішіндегі бейне деген сияқты. Дәл сол сияқты кейде жақсы тасымалмен қатар жаман тасымалда болуы мүмкін, негатив,
сен жек көріп тұруы мүмкін, Иә. сен оған сондай бір мошенник болып көрінуі мүмкін, Кейде кетейін. түк істемесе де бірақ ұнамайды сол кісіден. Ұнамайды, Иә. Ол нәрсемен де жұмыс істеу өте үлкен шеберлікті талап етеді. Кейде тасымал дегенді білмейтін адам соның әсерінен эмоциялық жанып кетуі мүмкін. Мен жаман маманмын, мен жаман психологпын, менің әйтеуір бір жолым болмады терапияда деп ойлауы мүмкін. Ал психоанализде айтады, сен теорияны жақсы білетін болсаң, супервизияға уақытылы баратын болсаң, өзіңнің терапияң түгел болатын болса, бәрібір бір фактор бар, сен әсер ете алмайтын. Ол адам ішіндегі негатив. Сен мүмкін онда әріптестеріңе жолдауың керек. Сол арқылы біз өзімізді де қорғаймыз. Сондықтан психоанализдің ең үлкен әрине ерекшелігі жаңа тасымалды біздің ескеруіміз. Соны жетегінде кетіп қалмауымыз. Иә. Мысалы көп жағдайда әсіресе соңғы жылдары, енді қазір мен сирек естимін, алдыңғы жылдар көбірек еститімін, айтатын бар мәселе балалық шақтан. Ол бір инстаграмда бәлкім психологтардың салтанат ете бастаған кезіне бәлкім көбірек еститін болдым ба. Бірақ қаншалықты деңгейде бұл рас тұжырым? Шынымен бәрі балалық шақтан бастала ма, және баланың, адамның болашағы тұлға ретінде, бақытты тұлға ретінде қалыптасу үшін қандай жас ерекшеліктері ерекше маңызды мысалы? Бұл рас, бірақ та бір шындықты да қайта-қайта сөйтіп айта беретін болсаң, шындықта да мән қалмайтын сияқты. Сондықтан бәрі балалық шақтан басталады деген шынымен де таптаурын сияқты, өтірік сияқты естілетін болып кетті ол өзі, иә. Бірақ психоанализ басқа бағыттардың ішінде жалпы бірінші болып осыны ескерген. Бұған дейін балаларды зерттеу, нәрестені оның ішінде зерттеу, зерттегенде бақылау, анасымен қарым-қатынасты бақылау деген нәрсе психоанализден бастау алған. Психоанализдің теориясы. Психоанализ жалпы 100 жылдық тарихында өте үлкен теориялық бір ақпарат жинады, үлкен бір мәлімет жинады. Біз әлі күнге дейін сол осыдан 70 жыл бұрын, 50 жыл бұрын адамдардың жазып кеткен еңбектерін қайталап оқып жатырмыз. Сол психоанализ айтады, нәресте дүниеге келгеннен кейін оның ең алғашқы адамы өмірде байланыс құратын мамасы немесе мамасының орнына күтім жасайтын басқа адам. Сонымен байланысы жақсы болған сайын, жылы болған сайын, тұрақты болған сайын, ол нәрестенің ол жаңа туған кезде оның психикалық аппараты жоқ деуге болады, әлсіз өте. Оның қалыптасуы сол біріншіден мамамен қарым-қатынаста, екіншіден мамамен қарым-қатынастың ішіндегі көңіл күйге бір атмосфераға байланысты болады. Бұл жерде сандық көрсеткіш бар, сапалық көрсеткіш бар. Мысалы, сандық көрсеткіш мамасы қаншалықты қасында бола алды, көп кетіп қалған жоқ па, алысқа кетіп қалған жоқ па, бұл сандығы. Ал сапалық жағынан қаншалықты бере алды сондай жылуды. Өйткені жақсы күтім көрсетуге болады, уақытылы тамағын беруге болады, уақытылы киімін ауыстыруға болады. Бірақ ол жерде бір эмоциялық жылу болмаса, мысалға балаң күлген кезде сен күлмесең, сен күлген кезде баланы өзіңе қызықтыра алмасаң, балаға күтім жасап отыру, ол механикалық емес. Сен сол күтімді жасап отырған кезде өзің де қуанып жасайтын болсаң, ләззат алатын болсаң, осы балаға мен қазір қарап отырғаным қандай бір қуанышты деп. Әрине ол 24 сағат бойы қуану деген міндет емес, бірақ сондай бір удовольствие ала алатын болса, сол көңіл күй, сол атмосфера нәрестенің бір жақсы қалыптасуына үлкен бір қорек, сондай психологиялық қорек. Бұны біраз уақытқа дейін көп адам ескермеген. Олар жаңағыдай оны тек физиология деп білген, ол балалардың жаны бар деп білмеген, жанына батады деген нәрсені білмеген. Тіпті дейді осы зерттеушілер, сол 20 ғасырдың ортасына дейін хирургтар кішкентай балаларға операция жасаған кезде анестезиясы жасаған дейді. Сезбейді. Қандай не бүкіл енді гуманистік заңдарға қарсы, моральға қарсы. Кейін адамдарға жете бастады деп ойлаймын. Сол кезде қалай қарадың? Және қазірде мысалдарды көп естиміз ғой. Білмеймін, мамасы біреуге бере салды, біреуге бере салды. Кішкентай кезінде бәрібір әйтеуір қарап өлтіріп алмайтын біреу болса болды. Әйтеуір өсіп кетеді, бір-біріне қарап өсіп кетеді.
біреу жаңа уақытылы тамағын берсе болды деген көзқарас біразға дейін сақталған. Бірақ енді мүмкін бізге сол сіңіп жатқан шығар. Мама дұрысында алғашқы 1 жыл, алғашқы 2 жыл тұрақты өзі қасында болу керек. Кейде әйелдер емшектен шығару үлкен проблема деп жатады. Мен бір жаңағы Инстаграмда сөйтіп айтып жүрмін, егер ол бала ол жаңа емізетін уақыттан бөлек аффективті эмоциялық қарым-қатынасқа тоятын болса мамасымен, ол емшектен шыққан кезде ондай қатты қиналмайды. Өйткені мамасының онсыз да жанында болатынына сенеді. Ал егер ол баланың, нәрестенің бүкіл жаңағы байланысы тек қана емізу уақытына келетін болса, өйткені мамасы үнемі қолы бос емес, ол әйелдің шаруасы бастан асады, тек қана жаңағы емізетін кезде қолына алатын болса, әрине емшектен шығарған кезде бала үшін ол катастрофа, ол трагедия үлкен. Тек қана сүттен айырылып қалған жоқ, ол бүкіл мамасының көңіл күйінен, вниманиесінен айырылып қалып отыр. Кейде әйелдер айтып жатады, енелеріне қатысты, мысалы бір нәрестемен құшақтасып жата қояйын десем, енем бөлмеме кіріп келеді, баланы алып алады. Бұл айтар едім бұл әжелерге, егер енді мені тыңдайтын біреу болса, ол арқылы біз баланың психикасына өте үлкен не жасап жатырмыз, соққы жасап жатырмыз. Өйткені ол жерде мама тек қана сүт емес қой, тек қана тамақ емес қой, мама ол атмосфера, мама ол жайлылық, иіс, нәресте қану керек. Просто қасында жата алу керек мамасының. Көп адамның мамалары оған әрине өзінің, ол әйелдің тұлғалық ерекшелігі де бейім болған, және жалпы бір тұрмыста мамалар енді келіндік қызметпен мал бар дейді, қонақ бар дейді, тек қана бірдеңе істеп жүрген мамаларды көрген ол адамдар кішкентай кезінде тарс бірдеңе істеп жүрген. Ол мамаларда бір баласының қасында жай ғана отыруға, жай ғана қарап отыруға, жай ғана бірдеңе айтып отыруға түк мүмкіндігі болмаған. Сол адамдар қазір өсіп шықты, айтады, мен құр отыра алмаймын, бірдеңе істеп отыруым керек, үйге сыймай кетем, демалысқа шықсам, жұмыс болмаса, не істерімді білмей қалам. Өйткені мама ол көптеген функциялармен бірге, ол мама әдетте жай ғана бар болуды, жай ғана өмір сүруге бір құштарлықты, махаббатты. Француз психоаналитиктері айтады, мама дейді нәрестені өмір сүруге соблазнить етеді, қызықтырады. Өйткені бала білмейді басында. А мама өзінің тұлғасымен, өзінің бір, ол әрине бір 24 сағат күліп, ойнап жүретін мама болуға міндетті емес, клоун болуға міндетті емес. Біз кейде бір мамалар болады, қыдықтай беретін, күлдіре беретін, жоқ, ондай перевозбуждение де болмайды. Бірақ жалпы әйелдің ішінде өзінің өмірге деген жақсы қарым-қатынасы болса, ол қарым-қатынасты бала да алады. Бала бір өмір жақсы көретін адам болып қалыптасады. Бұған енді қазіргі таңда да әйелдер қарсы шығатын шығар. Кезінде психоаналитиктер осы ойды айтқан кезде феминистер қарсы шыққан. Неге сендер әйелге бәрін таңып қоя бересіңдер? Ол баланың әкесі де бар. Неге бізге бүкіл жауапкершілік деген. Ол енді ол жерде феминизмнің түк қатысы жоқ деп ойлаймын. Ол енді факт. Балаға мамасының сондай эмоциялық байланысы керек. Мүмкін өмірде түрлі жағдай болып маманың орнын әже басқан шығар, тіпті де маманың орнын әке басқан шығар, алғашқы 1 жылында сондай қарым-қатынас беретін. Бірақ бәрібір психоанализде нәресте дейді, сол күтімнің бәрін маманың күтімі деп қабылдайды дейді. Әкесі күтім жасаған десе де, ол әке, бірақ соның бір мама функциясы деп қабылдайды. Өйткені бұл біздің бір табиғатымыз шығар. Біз туғаннан кейін сондай бір маманың функциясын күтеміз. Әр баланың бір табиғатпен ба, өмірмен ба берген бір сондай уәдесі ма, құқығы сияқты мамаға тою керек. Сондықтан да ол бір өмір мен өлімнің мәселесі болмаса, бір жаңағы дәл қазір бар ақша табудың мәселесі болмаса, просто үйде отырып жалығып кеттім, ішім пысып кетті, өзімді дамытуым керек деген нәрсемен жұмысқа шығуға асықпай қою керек дер едім. Сол 1-1,5-2 жыл шыдасаңыз, әрмен қарайғы сепарация жеңілірек болады. Оның балабақшаға баруы, мектепке баруы, жалпы ұядан ұшып кетуі жеңілірек болады дер едім. Өйткені тым ерте сепарация нәрестеге өте ауыр.
Жалпы енді жаңа айтып жатсыз ғой әкенің рөлі жайлы көп феминистер де сұрақ қойды деп. Менде де сондай ой туындайды да, сонда иә түсініп отырмын, алғашқы 2 жыл өте маңызды жыл. Ана мүмкіндігінше баласымен көбірек уақыт өткізгені жақсы. Ал әкенің функциясы қай кезде маңызды болады сонда? Мысалы тұлғаның бақытты болып қалыптасуына әсер ете ме, бұл әсер етпей ме әкелік фактор? Өте қатты әсер етеді. Француз психоанализі, мен енді қазір соңғы уақытта психоанализдің де ішінде классикалық психоанализ бар, ағылшын психоанализі бар. Мен онша білмеймін, Латын Америкасында өте жақсы теория дамыған, ол жақтың мүмкін бір нелері бар шығар. Соның ішінде француз психоанализі сондай үшбұрышты қатынасты басты есепке алады. Үшбұрышты деген әке, ана, бала. И, кез келген нәресте де дүниеге келгеннен кейін оның ішінде сондай бір түп санасында жазылып қойылған, оның әкесі бар екен, ол білет. Әкесі мынау әкең дейтіндей бір образды ол білет міндетті түрде дейді. Әкенің орны әрине маңызды, және оның рөлі ол бастапқыда өзінің әйеліне жақсы жар болу, жақсы партнер болу. Өйткені мама, білмеймін, біреу психоанализде бір санды айтқан кезде ол барлығы салыстырмалы түрде шамалап қана айтамыз, қатып қалған нәрсе жоқ. 25-ші аптадан бастап дейді, әйел адамда үлкен бір регрессия басталады дейді. Әйел адам ұмытшақ болдым, сондай эмоцияға берілгіш болдым, білетінімді ұмытып қалдым деген кезде регрессия деген психикалық аппараты бір одан ертелеу кезіне артқа қарай шегінеді. Өйткені сол арқылы ол тілсіз, үнсіз нәрестесін түсіне білу керек. Ештеңесін айта алмайтын нәрестені сен не керек екенін сезу үшін сен жаңа заводтың директоры деген рөліңнен шамалы ығысып, бір қарапайым әйел болуың керек та, түсінетін, сезетін. Бірақ енді сондай регресс күйінде, жылаңқы күйінде, көп нәрсе талап еткіш күйінде сенің сүйенетін адамың болу керек. Сенің сол бір көтеретін, соның барлығын, сол бір әлсіздігіңді көтеретін, сол рөл ер адамның рөлі. Былай сурет күйінде елестететін болсаңыз, мамасы баласын ұстап отыр, күйеуі әйелді бір құшақтап отыр ма? Тірек беріп отыр, ұстап отыр. Мен бармын қасыңда, мен бәрін қамтамасыз етемін, мен бәріне жауап беремін, білмеймін, сыртқы әлемнің сенің соққыларынан қорғаймын, сен алаңсыз балаңа қарай тұр деген сияқты. Сол арқылы әйелдер бір рахаттанып баласына қарай алады, беріле алады сол сәтке. Бәрібір қасыңда ондай тірегің болмаса, бәрібір алаңдап тұрасың. Ертең қалай болады, бүгін қалай болады, не істеймін деген сияқты. Көп ер адамға осы кез өте ауыр, өйткені олар енді үйленген кезде ер адамда мына әйел маған сенімді серік болады, өмірдің бір қиындықтарына бірге қарсы тұрамыз, бір-бірімізді күшейтеміз, мықты союз боламыз деп нетеді ғой, іздейді ғой. Қанша жаңағы бір еркелікті неткенімізбен, әспеттегенімізбен, әйелдің сондай жеңіл мінезін, жеңіл деген жақсы мағынада бір ойнақы мінезін әспеттегенімізбен, бәрібір ер адам сенімді серігім болады, мынаған адамға сенуге болады деп таңдайды адамын. Ал ол адамы жаңағыдай жылаңқы болып, жоқ нәрсеге ренжіп, көп нәрсе талап етіп, өзгеріп кеткен кезде көп ер адамға ол соққы болады. Олар ойлайды, ой, мен жаңа қателестім, әйелім сондай болып кетті, өзгеріп кетті, бүкіл айтатыны жаңа баланың әңгімесі болып кетті деген сияқты. Бірақ та бұл жерде психологиялық сауатты ер адамдарға да беру керек сияқты. Оларға айту керек, ертең сондай болады, сөйтіп әйеліңіз сондай күйден өтеді, ол өте маңызды. Ол сол арқылы нәрестенің күйін түсіне алатын болады. Мысалы, ол бір үлкен феномен, Мысалы, жай кезіңде қасыңда пойыз өтсе де ұйықтай берер едің, ал балалы болған кезде шырт оянасың. Анау кейде болады, сен оянасың, сенен кейін балаң оянады. Сондай бір байланыс болу үшін әрине сенде үлкен регресс болу керек. Әрине сен сыртқы өмірден жаңағы заводтың директоры деген рөліңнен бас тартуың керек. Көп жауапкершілігінен бас тартуың керек. Сондай бір шашыраңқы оймен жүруің керек. Анандай өте терең деңгейде сондай бір животный деңгейде байланыс болу үшін, өте бір примитивный деңгейде байланыс болу үшін соның бәрінен бас тартуың керек. Ол қолдан жасалынбайды, ол психиканың өзінің жасайтын әрекеті. Сондай кезде егер күйеулер сондай психологиялық сауатты болатын болса, бұл уақытша, бұл қазір балама керек
мен шыдауым керек, сол арқылы мен отбасыма сондай бір жақсы инвестиция жасап жатырмын. Өйткені ер адамның инвестициясы ол тек қана ақша емес, ол тек қана тамақ емес, эмоция. Иә, кешке келдің бір сәт әйеліңнің айтқанын тыңдадың. Иә, маған қиын бірдеңе, ұйықтамаймын. Барлық әйел айтатын, сенің өмірің баяғыдай, ештеңе өзгерген жоқ, сол жүрген күйі жүрсің, мен үйде қалдым. Сол кезде бір білем, түсінем, бұл енді уақытша, сен бәрін күшті істеп жатсың, мен сенің қасыңдамын, мен ешқайда кеткен жоқпын деп бір екі ауыз сондай нәрсе айта алса, ол әйелге бір сенімді болады, жалғыз қалмағаны. Және сол күйі әйел адамның депрессиядан, бала тапқаннан кейін депрессиясын ертерек шығуына, баласына жақсырақ қарауына көп жеңілдік болар еді. Әкенің рөлі осы. Одан кейін 2 жастан кейін мүмкін бала бәрібір әкесімен контакт жасауға бәрібір өзі ұмсынады. Оның алдында ол мүмкін әкесін көрмеуі мүмкін. Кейде балалар, адамдар айтып жатады, мама деген сөзді үйреніп алады, бәріне мама деп айтады. Әкесіне де мама дейді, әжесіне де мама дейді. Енді ол сөйлеу аппараты жағынан мама деп сөйлеу оңай. Сосын мама деген оларға универсал тіл, бәріне мама дей береді. Кейде кейбір әкелер содан ренжіп те жатады. Ой, бірдеңе, сен мамаңның мамсик болып кеттің, сен сөйтіп кеттің. Ол кезге де шыдау керек. Жалпы бұл кезге шыдау да эмоциялық тұрғыдан ер адамға өте ауыр. Өйткені бұрын өзінің серігі болған адамы мен баласы екеуі бір-біріне жабысып қалды. Ол үшінші сыртқары адам болып қалды. Оған енді мына диадада орын жоқ сияқты болып қалды. Өте қиын. Әйел адамның да ойында тұру керек, ол бұл диада ұзаққа созылмайды, мен бәрібір білмеймін, күйеуім барын ұмытпауым керек деген сияқты, барлық мағынада. Күйеуінде де бұл уақытша қазір диада керек, бірақ ертең біз триадаға айналамыз. Және бәрібір балалар мысалға әкесімен ойнаған жақсы көреді, әкелері как раз андай білмеймін, лақтырып, күлдіріп, алысып жұлысып ойнауға жақсы болады. Мамалар әдетте ондай қатты ойнай бермейді. Сондықтан бәрібір табиғи түрде орнына келеді, егер асықпаса. Осының барлығы бір ескерілсе, әкелер өздерін шеткері қалдым деп сезінбесе, бір жақсы болар еді. Осы жерде Сая, мен мысалы мынандай сұрақ туындайды да, менде жаңа айтып жатырсыз, барлық нәрсе балалық шақтан, оның жаңа түсіндіріп жатсыз. Бірақ біздің қоғамда бәрібірде бір-бірімізге ұқсамайтын адамдар көп та. Мысалы елдің бәрі бізде қалай бәріміз бірдей өмір сүрсек деп ойлаймыз. Менде бар нәрсе басқа біреуде де болу керек. Мен баланы жақсы көрсем, елдің бәрі баланы жақсы көру керек деп ойлайсың. Бірақ енді өмірде өкінішке орай олай емес, енді өкінішке орай ма, ол қалыпты нәрсе де шығар. Мысалы кейбір адамдар ұзақ бойы отбасы құрмайды, тіпті оның керек етпейді, немесе child free отбасылар бар, немесе басқа нәрселерді алға қоятын жалғыз басты аналар бар, өздері саналы осы жолға қадам басқан. Солардың бәрін балалық шақпен қаншалықты деңгейде түсіндіру дұрыс? Мысалы көп жерде айтып жатады, сен психологқа барсайшы, сенің балалық шағыңда бір нәрсе болған шығар, сен бәлкім әкеңді жақсы көрмеген шығарсың, бәлкім балаларың, бауырларыңа көп көңіл бөлініп, сен содан child free болып кеткен шығарсың дейді. Бұл сондай түсінікке сиятын нәрсе ме? Барлық нәрсені балалық шақпен түсіндіруге болады, бірақ біз балалық шақтан алған түрлі әсерімізді, травма болса травманы, тағы басқа нәрселерді шешуге біздің әрқайсымыздың жолымыз әртүрлі болады. Осы жерде өзгеріс басталады. Бір адам оны конструктивті түрде жасайды, мысалға басқа салада сондай күтім беретін, жақсы көретін, жауапкершілік алатын басқа салада өзінің ішіндегі күйін жүзеге асырады. Кейбір адам мүмкін деструктивный түрге ауыстырып жібереді. Мысалға айтады, жасөспірімдердің сондай заң бұзуға, басқа адамдарға зиян келтіруіне бейімділігі кішкентай кезінде зорлық-зомбылық көргені, дұрыс күтім көрмегені, сондай тұрақсыз қарым-қатынас көргенінен дейді. Сөйтіп жаңағы кішкентай кезінде махаббат алмаған жасөспірімнен зұлымдық жасайтын адам шығады деген сияқты түсіндіріп жатады. Ол жерде енді мәдениет мәселесі бар. Көп баланы мысалға мектеп құтқарған, мектепте жақсы оқыған бала не істейді? Әлеуметтік қолпаштау алады, сыныптың алды болады, мұғалімдер жақсы қарайды, директор мақтайды, мақтау қағаздарын алады, жарыстарға барады, спортпен айналысады.
үйінде эмоциялық атмосфера өте нашар болуы мүмкін, бірақ көпшілігін сол мектеп құтқарып қалды. Мектепке мысалға кейде адамдар айтып жатады, мен еберте барып алатын едім, мектепте жүретін едім, мектепті жауып шығатын едім, өйткені өте жақсы сондай институт. Әрине ол отбасының орнын баспайды, бірақ құтқарып қалады баланы. Сондай бір ұстаз тап келеді оған, мұғалім тап келеді. Өзінің жұмысын формально орындайтын емес, жанашып тұратын, қасына келіп басынан сипап сөйлесетін, осы баланың үйінде не болып жатыр екен деп білетін. Немесе университет кезінде, немесе бір жақсы ортаға тап болады. Ондай күйді, ондай қарым-қатынасты ешқашан көрмеген болады, бірақ бір жұмысқа түседі де, жұмысында өте жайлы атмосфераға тап болады. Бастығы сондай жайлы болады, бастығы солармен сөйлеседі, бірдеңені айтады. Ондай адамдар айтады, ол менің жай ғана бастығым емес, бір ағам сияқты болып кетті, өмірде ұстазым сияқты болып кетті деп. Енді психика өте күрделі. Ол қай нәрсеге шап етіп ұстап жабысып алып суырылып шығатынын айта алмаймыз. Әр адамның сөйтіп тағдыры әртүрлі қалыптасады содан. Сіз айтасыз ғой енді әр адам әртүрліміз деп. Ладно, әр адам әртүрлі. Бір отбасындағы бірнеше бала әртүрлі. Өйткені бірнеше бала ол мамасының әртүрлі күйін көрді. Бірінші балада мүмкін мамасы шамалы ойы шашыраңқы болды, қорқақ болды ма, депрессивті болды ма, немесе керісінше бірінші балада ол көп қолдау алды ма, үйде ата-енесі көмектесіп отырды ма. Мүмкін екінші балада өзгерді, мүмкін оның әлеуметтік жағдай өзгерді, мүмкін күйеуімен қарым-қатынасы өзгерді, ол уже басқа мама болды. Үшінші бала ол мүлде басқа маманы көрді. Өсіп шыққан кезде әрине олардың әрқайсысы әртүрлі болады. Сондықтан біздің дүниеге келгендегі жынысымыз, дүниеге келгенде балалардың үйіндегі реті бәрі біздің тұлғамызға әсер етеді. Бірақ енді қай жағынан әсер етеді, ол ешкім білмейді. Сондықтан мен үйдің үлкені пысық болады, үйдің ортаншысы сондай бір потерянный болады дегенге мен келіспеймін. Әртүрлі. Мүмкін керісінше, үйдің ортаншысы көбірек инвестиция деген бұл экономикалық термин, бірақ психоанализ сондай махаббат, қаншалықты махаббат алды, сондай жақсы көңіл күй алды, оны қолынан жетектеп. Мүмкін мамасы бірінші балада жас болып білмеді, ал екінші баласына қателіктерінің орнын толтырайын деп оны қолынан жетектеп, мерекелік шараларынан қалмады, мектебіне қолынан жетектеп апарып жүрді, көбірек инвестиция алды деген сияқты. Сондықтан мен айтар едім, жалаң нелерге, сипаттамаларға сенуге болмайды. Ортаншы бала болды, осылай қалды дегенге мен әр жағдайды бөлек қарау керек. Әдетте айтады, ортаншы бала махаббатты, қамқорлықты сирек сезінген бала деп, енді қалжыңдап та елдер тредсте немесе инстаграмда рилстар түсіріп жатады ғой, үлкенге мынандай берілді, кішіге мындай, ортаншысы бір қалып қалған сияқты болып. Мен кейде тіпті ойлаймын, бірінші балада сондай өзің бір перевозбужденный боласың, ананың жасаған кішкентай нәрселердің барлығын үлкейтіп, сәл нәрсеге білмеймін дәрігерге барып, сенің сондай бір аумалы төкпелі көңіл күйің, оның да мүмкін шамалы мазасыз қылып, үлкен балалар бір алаңдап тұратын, бағаға алаңдап тұратын, қалай бола екен деп алаңдап тұратын. Екінші балада шамалы тынышталасың, оның да басын ауыртпайтын боласың, мүмкін екінші бала басқаша болып шығады ма, енді әр жағдайға қарау керек. Айтып жатырмыз, 2 жасқа дейін шама шарқынша декретте отырған дұрыс, көбірек көңіл бөлгені дұрыс, тек қана емізіп қана қоймай сапалы уақыт өткізген дұрыс деп. Бірақ қазір енді өмір нарық заманы өте қиын, кейде ақша жетпей жатады, уақыт жетпей жатады, жақындарыңнан қамқорлық көмек жетпей жатады. Қыздар сосын өткенде эндокринолог маман айтып жатыр, босанғаннан кейін бірден арықтағысы келеді, себебі инстаграм телген әдемі картинка бар, бірден әдемі болғысы келеді. Осы ретте сондай бір керемет 100% мықты ананың образы бар ма бізде? Білесіз ба, мен бұрын айтатын едім, идеальный мама деген болмайды, бір айтарлықтай жақсы мама болса, сол жақсы деген сияқты. Бірақ та енді күнделікті өмірде бір мысалдардан, жұмыстардан, бір кітаптардан оқылған кезде мама жалпы қандай балаға соққы жасауы мүмкін екен, қателік жасауы мүмкін екен білген кезде, мен кейде қазір тіпті
алаңдайтын болдым. Идеальный мама болып керек емес деп бір ортаға шығып айтуға алаңдайтын болдым. Өйткені адамдар әртүрлі. Біреу естіп алады, идеальный мама керек емес екен дейді де, сөйтіп жаңа бір айлық нәрестесін білмеймін 4-5 сағат мүмкін қалдырып, мен идеальный болуға міндетті емеспін деп, менің жеке саулығым маңыздырақ деп ойлау. Тым еркін болып кетеді ма, тым сол балаға қарамай кетеді ма деп, сондай бір менде бір сондай бір мамалық не пайда болды да, алаңдау. Содан ойлаймын, мүмкін дұрысы көбірек уайымдап, көбірек тырысып, бірақ енді болмай қалған жерін не істеймін енді деген сияқты салу ше. Ол бастан бір неге дайындамай өзіңді. Мен бәрібір ол межеге жете алмаймын деген сияқты дайындамай. Бәрібір біз бір межеге тырысуымыз керек, бәрібір барынша сол инвестициямызды да, балаға қамқорлығымызды да, ескеретін нәрсемізді де, мүмкін біздің біліп білмей жасаған қандай да бір қателіктерімізді балаға есейген кезінде, жасөспірім кезінде тым болмаса айтуымыз керек па, солай бір жағынан тырысып, өйткені ол жұмыс. Мен жаңағы бала туылды, өзі өсет, жеңіл қарау керек дегенге мүлде келіспеймін. Ол жеңіл қарайтын нәрсе емес, әр баланың өзінің өмірге әкелдің ба, бір өмірдің оған берген уәдесі бар. Сен жақсы көретін адамдар болады. Мен саған қолымнан келгенше қараймын, қолымнан келгенше көп нәрсе үйретем, сосын әрмен қарай мен сен еркіңе қоямын деген бір уәдесі бар. Соны орындауға тырысуымыз керек. Бірақ екінші жағынан өзімізді жемеуге де, жеп қоймауға да, түтіп жемеуге тырысуымыз керек. Өзімізді кешіре білуіміз керек. Өйткені идеалға жақындауға тырыспаған мамада қиын балаға. Нәресте жылаған кезде мамада бірдеңе өзгеру керек. Жылаған кезде мама не жылап жатыр бұл? Асты дұрыс болмай қалды ма, температура дұрыс болмай, іші дұрыс болмай қалды ма? Ол бірден дегеннен 100% себебін табуға міндетті емес, бірақ ол тырысып көру керек, табуға тырысу керек. Сол тырысқанның өзі нәрестеге инвестиция. Сол мамасының бірдеңесі өзгергеннің өзі ол үшін инвестиция. Әйтеуір мен үшін бірдеңе істеп тырысып жатыр деген бірте-бірте солай үйренеді. Одан кейін бірақ тым қатты идеальный мамада өте ауыр, өйткені идеальный мамаға ренжуге болмайды, ашулануға болмайды. Ал кез келген сепарацияның артында, кез келген бір біздің ересек шешімдеріміздің, ересек өміріміздің артында сондай бір өкпе ренішіміз жатады. Біз отбасы құрған кезде, мүмкін балалы болған кезде, ұядан ұшқан кезде біз сондай бір ішімізде бір тұрады саналы бейсаналы түрде. Сендер дұрыс емес істедіңдер, мен ертең өзімнің отбасымда қатырам, мен ертең барлық адамда болады, мен басқаша істеймін, мен балаларыма басқаша істеймін. Өзің балалы боласың да біраз уақыттан кейін түсінесің, қатырып бәрін қатыра алмайсың, бірақ қолыңнан келгенше істейді екенсің деп бір өзіңнің ата-анаңды түсіне бастайсың. Сондай бір өкпе-ренішке де орын болу керек, егер ол сондай дисфункциональный, тотальный болмаса, көрмей кететіндей болмаса, бірақ жақсы ана бәрібір баланың ренжуіне де орын қалдыру керек. Сол кезде ол өзінің ішіндегі агрессиясын өңдей алады. Ал сондай бір авторитет мамалар болатын болса, сәл бір ренжісем мен өліп қаламын, мен көтере алмаймын, мен бүкіл өмірімді сенің жолыңа құрбан еттім, сен қалай басқаша өмір таңдайсың дейтін мама болса, ондай маманың да үлкен балаға мүмкін өміріне, ересек өміріне соққысы болады шығар. Енді жалпы қалай біз сондай дәрежеге жетеміз деп ойлаймын да, себебі кез келген қарым-қатынаста сен бір берешек нәрсе күтесің да. Мысалы, мен уақытымды қидым, сен де маған уақытыңды қиюың керек сияқты. Мен сені жақсы көрдім, сен де мені жақсы көруің керек, және оны үнемі көрсетіп тұруың керек сияқты. Бізде мынандай сезімнің өзі, менің қасымда біреу бар екен ау, мені жақсы көреді екен ау, маған көмек керек кезде қолдау көрсетеді екен ау деген ойдың өзі жеткізіліксіз кейде. Ал балаңа сен бүкіл, мысалы кейде адамдар 2 жыл, 3 жыл декретте отырады, енді шынымен қатарластарынан қалып жатады, олар карьера жасап жатады, немесе тағы жолдасының да өмір жолы басқа. Ол жерде бір ештеме сұрамай жақсы көру, бірақ кейін ештеме талап етпейтіндей болу үшін не істеуің керек? Бұл жерде тағы да диада қалыптасып тұр ғой, үшінші адамға арасына кіруге орын болмай тұр. Ол жерде бәрібір ол өзінің серігі ортасына кіре ма,
келін ортасына кіреді ма, оның достары ортасына кіреді ма, бәрібір әйтеуір Иә. кез келген үшінші жақ ол жерде жау болып көрінеді адамға. Бұған енді біз бәрібір саналы түрде айтқанмен адамға түсініксіз болады. Мен ойлаймын, терапияға барып көрмей, анализге барып көрмей, біздің өміріміздің бір 70-80%-ын бейсана басқарады дегенмен келісу өте қиын. Кезінде Фрейд сондай ой айтқан кезде адамдар өре түре келген, қалай ол? Біз деген білмеймін, пойызды жүргізіп жатырмыз, машинаны жүргізіп жатырмыз, қалай ол менің ішімде мен білмейтін қуыс болады? Жоқ, ол мүмкін емес деп адамдарға өте қиын болған. Мүмкін жаңағы сондай әйелге тура бар бетіне айтсаң, сен қазір сөйтіп жасап жатсың, ол ешқашан мойындамайды. Ол міндетті түрде күшті логикалық айтады. Менің балам аңқау, ақкөңіл, оны кез келген адам алдап кетеді, оның келіні сондай бір зымиян, жаңағы алаяқ, оған ақша беріп қойсам, ол ертең бәрін бүлдіреді, сондықтан да мен амалым жоқ, осылай істеп жатырмын деп күшті логикалық келісімге келіп қояды өзімен. Өйткені психика солай жұмыс істейді. Кез келген нәрсені сықитып бәрін түсіндіріп қоюға тырысамыз, ол адамға сырттан біреу айтса, ол міндетті түрде оған қарсы келеді. Жоқ, сен түсініп тұрған жоқсың дейді менің ситуациямда. Сондықтан қиын енді. Бұл жерде енді олай істеуің керек деп айтатын болса, өмір тым жеңіл болып кетер еді ғой. Біздің психикамыз сондай күрделі. Оны бір сезініп көрмей мойындау өте қиын. Сонда Сая, сізді дұрыс түсінсем, адамдардың бәрі психологқа бару керек деген сөз бе бұл? Өзіңді түсіну үшін? Мүмкіндік болса бару керек, әрине. Бірақ та кейде өмірдің өзі адамға ыңғай болатын болса, үйренем деген адамға, іздеп жүрген адамға өмірдің өзі көп мүмкіндік береді. Жаңа айттым, жұмысқа барасың, бірдеңелерді үйренесің, басқа адамдармен. Неге мен жұмысты айтып отырмын, неге мен мысалға пойызға отырған жолаушыны айтып отырған жоқ? Өйткені не айырмашылығы бар? Жұмыс істесең, бір жерде кемінде 3-4 жыл жұмыс істейсің, бір адаммен сен тұрақты қарым-қатынас құра аласың. Сол тұрақты қарым-қатынастың ішінде кейбір нәрселерді проработка жасауға болады. Өйткені мүмкін адамның ішінде оны жаңа білмеймін, 4 айында мамасы ұзақ уақытқа тастап кетті, оның ішінде бір не бар шығар. Енді сенген адамы мені тастап кетеді деген өзі байқамайтын бір сенім бар шығар. Соның нәтижесінде ол басқа адамдармен қарым-қатынас құрған кезде өзі сенбей тұрады шығар. Мен жақсы ұзақ қарым-қатынасқа лайықты болу мүмкін емес деп. Ондай адам не істейді? Қорыққанға қос көрінеді. Ол бірінші болып провокация жасайды. Ол бірінші болып ол адам тастап кетеді. Бірінші болып сондай бір іс-әрекет жасайды, жаңағы адамның көңіліне тиетіндей. Яғни өте қатты қорқыныш болады. Мені қашан тастап кетеді деген қорқыныш өте ауыр. Одан да мен бірінші тастап кетіп осы нәрсені аяқтайын деген. Бірақ та егер ол жұмысқа баратын болса, жұмысында енді жаңағы айлық бар, басқа фактор бар, әлеуметтік бір компенсациялар бар. Соның әсерінен бір жылда бір жұмыста 5 жыл жұмыс істейтін болса, ол бір бастықпен жұмыс істеген кезде мүмкін көреді. Бастығы бір күні жиналыста ұрсады, ол адам үйіне барып ойлайды, болды, енді ол мені тастап кетеді, мені жұмыстан шығарады, болды енді таста деп, ол жұмысынан шығуға уже дайындалып отырады. Бірақ ертеңіне барса, оған ұрсып жатқан ешкім жоқ, жұмыстан қуып жатқан ешкім жоқ. Ол оқиға 1 қайталанады, 2 қайталанады, 3 қайталанады. Сол кезде жаңағы адамдар табиғи түрде мүмкін белгілі бір пайызда проработка болады. Мені оп-оңай тастап кетпейді екен. Ұрысқан менен де бұл қарым-қатынас тұрақты қалады екен. Жаңағы конфликт болса да ол нәрсеге шыдауға болады екен. Конфликтке шыдамайтын адамдар өте көп, мысалы достарымен ұрысып қалса да ойлайды, енді мен оның түрін көрмеймін деп. Бұл қазіргі үлкен бір әлеуметтік проблема сияқты. Әдетте ондай нәрсе бір жасөспірімдерде болады ғой. Топ-топқа бөлініп алып, бүгін анаумен дос, одан кейін онымен енді көрместей болады да басқамен дос болып, мынаған қарсы шығады. Ол как раз сондай подростковый бір динамика, ол нәрсе кету керек, жақсысында. Біз бір тұрақты қарым-қатынасқа көбірек бейімделуіміз керек. Сосын мысалға қазір байқайтын тенденцияңыз адамдардың тек қана бір көзқарастағы адамдардың бір жиналуы. Мен ойлаймын, бір әлеуметтік желілердегі солай дос табу, сол жаңа адамдардың өзінің сұранысына да сай болып отыр. Екінші жағынан сондай әлеуметтік желілер одан сайын күшейтіп отыр, сол тенденцияны. Ана жерде таңдайсың, мынандай спортты жақсы көретін, білмеймін, рокты жақсы көретін, мынаны жек көретін, мынаны жақсы көретін достарыңды таңдап алуға болады. И барлығы жабық болып сондай адамдармен дос болады. Бұл
әдетте меніңше сондай бір жасөспірімдерге тән нәрсе, ересек өмірде біз ондай бір категоричный болуды азайтуымыз керек. Егер де адамның өмірінде мысалы өзі дінді ұстанады, тек қана сондай діни көзқарастағы адамдармен дос болатын болса, ол жерде қандай мәселе бар? Неге қорқынышты? Бөтен адаммен, бөтен ойдағы адаммен, басқа адаммен шыдау, басқа адамға шыдау неге қорқынышты? Сондықтан да енді бұл жерде барлық салыстырмалы түрде ғой, бір нормаға жақындау деген мен үшін түрі бір адамның түрлі көзқарастағы адамдарға шыдай алуы, солармен әріптес бола алуы, солармен істес бола алуы. Сен солай ойлайсың, мен бұлай ойлаймын, бірақ қандай қызық, сен солай ойлайсың, сенің ойың қандай қызық, мен сенің ойың құрметтеймін, бірақ мен сенің ығыңа жығылып кетпеймін, мен де солай ойлауым керек деген конформизм емес, бірақ та екеуміз білмеймін бір шатырдың астында ыңғайлап өмір сүріп келсе аламыз деген ой өте жақсы ой болушы еді. Ал жаңағыдай бір жаңа неден шықты ғой, барлық адам психологқа бару керек. Бір жағынан мен ойлаймын, мүмкіндік болса бару керек. Екінші жағынан психологсыз да өмір өзі бір кейде әдемі бір мүмкіндіктер беріп адам ойына келмейтін сондай бір өзгерістерін, мүмкіндіктерін беріп жатады. Кейбір әйелге бәріне емес, мен айтпас едім, міндетті түрде бала туу керек, бала туған кезде трансформация болады, өзіңнің бір травмаларың жеңілдейді деп. Кейде адамдар сөйтіп те соғып жатады. Мен ондайға қарсымын, өйткені ол баланың да жаңа айтып тұрмын, қақы бар, ересек, естияр, адекват мамасы болуға оның да қақы бар. Сол балаға сүйкеніп, балалы болу арқылы бірдеңемді емдеймін деуге ол да обал өйтіп ойлауда. Бірақ та кейбір әйелге бала да мүмкін жақсы. Рас, бала сондай ұзақ қарым-қатынасты бере алады, тұрақты. Ол адамға қамқорлық жасау арқылы бір жағынан жаңа әйел өзінің де бір ішкі күйін мүмкін өңдей алады, емдей алады. Бірақ психоанализге меніңше сондай бір тыныш күйде бару керек. Бізде енді ол мәдениет әлі жоқ. Адамдар мүмкін ойлайтын шығар, жалпы психологқа бірдеңе күйіп жанып тұрған кезде бару керек. Кейде адамдар түнде хабарласып жатады, түннің ішінде жазып жатады, міне осылай, мен таңертең барсам бола ма? Ондай психологтардың арнайы категориясы болады, сондай бір шұғыл қабылдайтын. Бірақ психоанализ ондай шұғыл нәрсемен айналыспайды. Асығып, аптығып, ыстықтай тұрған кезде біз ештеңе істей алмаймыз. Өйткені психоанализге келген кезде ол тек қана ойлану, адамның өзі туралы өзі ойлануы. Оны ментализация деп айтады. Ментализация деген адамның өзінің психикасы туралы өзі тұжырымдай алуы. Бір қараған кезде ол оңай сияқты. Адам айтады, мен отбасымда тұңғыш баламын, менің психикам осындай, мен бәріне жауаптымын, барлық жауапкершілікті алып аламын, қамқорлық жасағым келеді, кейде мен шаршаймын, кейде маған да біреу қамқорлық жасаса қалай жақсы болар еді деген. Бұл жерде дұрыс емес деген нәрсе емес, бірақ қандай күшті ментализация, өзінің психикасы туралы сондай ой тұжырымдап тұр. Ал кейбір адамдарда ойтып ойлану мүмкін емес, өйткені олардың ішінде сондай үлкен бір перевозбуждение бар, травманың үстіне травма жамалған, бір соққының үстіне бір соққы, ойы аласапыран, тұрақты ештеңе істей алмайды. Өзіңіз туралы айтып беріңізші десе айтып бере алмайды. Ментализация өте нашар жұмыс істеп тұр. Ондай кезде өте қиын. Не деп айтады ол адам келеді? Ол адам келеді, қайта сенен сұрайды, маған айт, не істеймін. Сосын бір кезде 2-3 сессиядан кейін сен не істейтінін айтпаған кезде саған ренжіп кетіп қалады. Сондықтан бір жайшылықта келу керек сияқты психоанализге. Сосын ментализацияның тағы бір түрі басқа адамның ішкі әлемі туралы болжам жасай алу. Бұл жерде 100% табу емес, не ойлап тұрғанын, біз экстрасенс емеспіз, бірақ бір жобалау. Мысалға шаршап келген кезде сосын айтса, бүгін жиналыс болды деп біз тықақтамасақ, болжам жасасақ, мүмкін жиналыста мен күйеуіме бір қаттырақ сөйлеген шығар, содан ол ренжіп тұрған шығар, өзін жаман қызметкермін деп тұрған шығар, жұмыстан айырылсам ипотекам қалай төлеймін деп тұрған шығар. Қазір оны білмеймін, мазаламайын, артық қысым жасамайын деп бір оның психикасы туралы ой айта алсақ, ол отбасылық өмірге өте жақсы бір әсері бар, гармония береді. Ал егер біз
ренжіп келді ма, маған ренжіп отыр. Немесе мен күні бойы үйде отырмын, қалай ол ренжіп келеді, неге ол бірде менің жағдайымды сұрамайды, неге ол жаңағы маған гүл алып келген жоқ деп, сосын неге сен сөйтіп отырсың, неге сен менімен сөйлеспейсің деп біз оған шабуыл жасасақ, онда мүмкін жағдай қиындап кетуі мүмкін. Сондықтан ол жерде әйел адам бүйту керек, ер адамның рөлі мынандай болу керек деген қатып қалған нәрсе жоқ. Әр адамның психикасы бар. Психоанализ өйтіп категорично бөлмейді, әйел психологы, ер адам психологы деп. Бірақ жалпы барлық адам психикалық аппараты бар. Барлық адам психикалық аппараты әртүрлі деңгейде жұмыс істейді. Өмір бойы біз бір деңгейде тұрмаймыз. Bir кезде біз шашыраңқы, ұмытшақ, ренжігіш, сондай регрессия күйінде боламыз. Bir кезде біз жақсы жұмыс істейміз. Соның барлығы ескерілсе, психологиялық сауатымыз біздің бәріміздің жоғары болса, тіпті көшедегі ұрыс керісте азаяр ма еді. Біз көшеде ұрысқан кезде бір-бірімізге лақтырамыз, ол адамның мені қағып кеткеніне ашуланып тұрған жоқпын мен. Мен үйден алып келген бір нәрселерімді үйде шығара алмайтын болғандықтан мына адамға төгіп тұрмын психикалық аппаратына. Ол адамның психикалық аппараты мен қабылдамаймын деп оны маған өзіме лақтырып тұр. Сөйтіп бір-бірімізге айқайласамыз. Сен айқайлама, жоқ, сен тыңда деген нәрсенің барлығы сол моментте психикалық аппараттың бір әлсіз жұмыс істеп тұрғаны. Сондықтан бәрімізде де біз қатты ұрсып кеткен кезімізде, төбелесу енді ол патология. Төбелесіп кеткен кезімізде, адамдардың сөзін көтере алмайтын кезімізде, эмоциямызды игере алмайтын кезімізде, демек біздің психикалық аппаратымыз қандай да бір себеппен әлсіреп тұр. Ол неге әлсіреп тұр? Немесе біз нәресте кезімізде инвестициямыз аздау болып қалды үйімізден алған. Немесе соңғы уақытта бір травманың үстіне бір травма жамалды, содан біз шығып кете алмай тұрмыз. Қандай травма? Жұмыстан айырылу, денсаулықтан айырылу, қандай да бір рөлден айырылу, мысалға, білмеймін. Бір жерде басты специалист еді, жұмыстан шығып қалды, ол да бір қайғыру процесі, сондай бір рөлінен айырылып қалды деген. Көшу, жақсы көретін спортынан қол үзіп қалу денсаулығына байланысты, біреуден ауыр сөз есту, мысалға, сондай бір өте қатты эмоциялық жай-күйді ескере бермейтін бір бастық көптің көзінше нұқып тұрып, сені шығарып, өйтіп бәрінің көзінше жер қылса, ол адам ауырып қалады, ол адам травма алады. Ол жерде ешқандай физикалық мүмкін соққы болмағанда шығар, бірақ психологиялық түрде өте қатты нарциссистік травма болды. Нарциссизм деген адамның сондай бір бала кезден алған бір махаббатының резервуары, құтысы. Сол құтыдағы махаббат азайып қалады. Бір адамдарда ол табиғи түрде аз болады. Өйткені оған азырақ махаббат бөлінді. Ондай адамдар сын естісе, көптің көзінше қателесіп қалса, осындай подкасттарда шығып, онша емес болып қалса, комментарийлер оны жерден алып жерге салып жатса, ол адам өте ұзақ оны уайымдайды, өте ұзақ сол нәрсені айналдыра береді. Ал бір адам шығып кетуі мүмкін, ей қойшы дейді, әрмен қарай жұмысын. Демек, оның сондай табиғи құтысында табиғи махаббаты көбірек. Ол да уайымдап алды, бірақ айтты, жақсы, келесте жақсырақ шығам деген сияқты. Біз әрқайсымыз әртүрліміз. Қалай сен өз психологыңды таңдайсың? Міне, сенде сондай қажеттілік туындады, саналы қажеттілік деп айтайық, эмоциямен емес. Сен ұзақ уақыттан бері ойлап жүрсің, және психологты таңдаудағы айтамыз ғой қазір біз қызыл жалау, red flag, жасыл жалау, green flag деп солар жайлы айтып берсеңіз, неге назар аударуымыз керек? Енді кәсіби жағынан мен судыратып айтып бере аламын, ол адамның өзінің бір таңдаған бағыты болу керек, мен бір әмбебап мамандарға бармас едім. Мынандаймын, плюс еще нумерологпын деген адамға мен бармас едім. Өйткені бір бағытты таңдап жұмыс істей алуы оның бір мүмкін тұрақтылығын көрсетеді ма, мүмкін оның бір теориялық багажын көрсетеді ма. Екінші жағынан енді жаңағы дипломы болса, супервизиясы болса, оны біліп жүретін болсақ, ол оқып жатқанын. Бірақ та екінші жағынан тым қатты бір сондай әртістік өнер, тым қатты өзін рекламалау, тіпті онымен өзі айналысып жүрген жоқ, жаңағы ассистенттер айналысып жүр дегенменен де өзін жарнамалау қатты мүмкін мен үшін рет флаг болар ма еді. Осы тұрғыда әлеуметтік желілерде жоқ, өзі туралы айта бермейтін мамандарды кейде адамдар менсінбей жатады, онша емес сияқты деп.
мен адамдарға айтамын, барлығы мен сияқты әртіс емес. Серьезно жұмыс істейтін адамдар да бар. Олардан білмей жатып қашпаңыз деген сияқты. Қанша жерден саналы түрде ескеретін болса да, біз бәрібір адамды бір бейсанамызбен таңдаймыз. Бейсанамыз бізге бір адамды таңдап береді әйтеуір. Сондықтан да дегеннен жақсы таңдау жасауым керек деп те өзімізге мүмкін қысым жасамаймыз. Біреуге барамыз, екінші адамға барамыз, мүмкін тіпті үшінші барған адамымыз сәтсіз болуы мүмкін. Бірақ та бәрібір бір іздеп жүрсе табасың. жолығады. Сосын психоанализде жаңағы бастапқы айтқан тасымал феномені өте қатты маңызды. Ұнау керек. Тұлғасы саған адам ретінде ұнау керек. О бастан ұнамайтын адамға барғанмен бәрібір ештеңе шықпайды. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, адамның құтысы бар, өзінің бір махаббаты таусылған кезде ол елдерге де ол көмектесе алмайды деген сияқты. Мен өзімнен мынандай нәрсені байқаймын, достарым, бауырларым бір нәрсе айтып жатса, көп тыңдай алмайды екенмін да, өйткені көбінесе адамдар бір нәрсені қайталап айта береді ғой, сен бірнеше рет түрлі вариант ұсынасың, ол кісілер тыңдаған сияқты болады да, айналып келіп істемейді. Бұрында мен ойлаймын да, бәлкім энергиям көбірек болды ма, тыңдайтынмын, қайттан ақыл айтатынмын, тіпті әшейін үндемей тыңдайтынмын деп. Қазір мен айтамын, психологқа барыңдаршы деп. Қаншалықты деңгейде бұл дұрыс, себебі кейде мен уайымдаймын да, бәлкім менен қандай да бір көмек тіпті тыңдасын деп ойлаған шығар, бәлкім бір жаңағы эмоционалды тұрғыда тұрақсыз кезеңі шығар, қандай да бір мәселесі болған шығар, неғып мен тыңдай салмадым деп кейін өзімді жазғырып жатам да. Осы жерде қаншалықты деңгейде бұл дұрыс кеңес, және осындай сезімдерді сезінбес үшін не істесе болады мысалы? Біз бәріміз өмірдің түрлі кезеңінде әйтеуір біреудің психикасын пайдаланамыз. Өзіміздің психикамыз әлсіз жұмыс істеп тұрған кезде біз біреудің психикасын пайдаланамыз. Психологқа барғанда да біз ол адамның психикалық аппаратын пайдаланамыз. Жалға аламыз, 45 минуттың міне сенің психикалық аппаратың менікі болады. Кейде адамдар айтады, мен үйде өзім осы туралы ойланбап едім, бірақ сіздің қасыңызға келген кезде бір ойланып кеттім. Өзім ойламаған нәрселерді таптым. Ол кезде ол адам айтуы мүмкін, неге мынаған ақша төледім, мен өзім де тым жақсы. Ол жерде бәрібір екі адамның бейсанасы бар. Психологтың бейсанасы, психикалық аппараты мықтырақ бәрібір, өйткені неге мықтырақ енді? Ол жеке анализіне барды, ол супервизорына барды, ол сол туралы көбірек ойланды, ол өзінің жұмыс құралы психикалық аппараты болғандықтан мүмкін кейбір жерлері оның жақсырақ жұмыс істейді. Сондай психикалық аппараттың қасында отырған кезде клиенттің де мүмкін психикалық аппараты сүйеніп отырып жақсы жұмыс істей алады. Кейде адамдар бұл туралы бұны уайымдайды, ойбай мен тәуелді болып қалдым деп. Ол ондай бір жаңағы заттарға тәуелділік емес қой, ол біреудің психикалық аппаратының қасында отырып өзің туралы ойлана алу, кейіннен ол адамға сүйенбей өзің ойлана алатын боласың. Біраз уақыт өткеннен кейін. Просто бар жоғы осыған дейін адамда ондай тәжірибе мүмкін болмаған шығар. Өйткені сіздің айтып отырғаныңызға келсем, біз әрине қоғамда қарым-қатынас құрған кезде бір-бірімізбен үнсіз сондай келісім жасаймыз. Мен сенің психикалық аппаратыңды пайдаланамын, сен менікін пайдаланасың, жаңа қуанышта өткені стресс бөлісу керек, қайғыда да стресс бөлісу керек. Мен сол кезде қасыңда боламын, бір-бірімізді пайдаланамыз, сен маған айт, мен саған айт деп келісеміз. Бірақ та кейде адамдардың жаңа айтып отырған ментализациясы өте төмен болады, әлсіз болады, белгілі бір себептермен байланысты. Сондықтан оларға біреудің психикасына сүйеніп отыру керек. Оны кейде адамдар вампир деп те айтып жатады. Ал біз жақсы көрмейміз біздің психикалық аппаратымызды, біздің келісімсіз пайдаланып жатқан кезде біз оны кәдімгідей сезінеміз, шынымен шаршаймыз. Неге бала қарау шаршатады? Өйткені баланың психикалық аппараты әлсіз. Ол сөйлей алмайтын болса тіпті, сөйлей алмайтын баланың тілін түсіну үшін біз өте көп психикалық күш жұмсаймыз. Онымен біз өзімізді идентификация жасауымыз керек, оның деңгейіне түсуіміз керек, оның көңіл күйін болжауымыз керек, не істегісі келіп тұрғанын болжауымыз керек. Үлкен адамға рахат, үлкен адам келеді, басым ауырып тұр, маған шай қойып бер, сосын ұйықтаймын дейді, рахат. Ана бала өзі түсінбейді, өзі түсінбейтін адамға сен көбірек жұмыс істеуің керек түсіну үшін. Сондықтан балаға қарау өте қиын, психикалық ауытқуы бар адамға өте қиын, жұмыс істеу өте қиын. Ал бір қарағанда сырттай сап-сау адам айтамыз ғой, нормальныйсың ғой сен, саусың, жұмысың бар, не менің басымда ауырып тұрсың?
бірақ ол жерде ментализация өте төмен болып тұрған кезде біз шынымен де шаршаймыз. Әрине біздің бір борышымыз бар, қоғамдық қарым-қатынаста біздің жақындарымызға дейін бір аздап борышымызды төлейміз, бірақ та ол үнемі болатын болса, иә, периодически сөйтіп сенен сұрамай сенің психикалық аппаратыңды пайдаланып кете беретін адам болса, біз өзімізді қорғауға толық құқығымыз бар. Әрине психологқа жібереміз, бірақ ондай адамдар мүмкін бармауы да мүмкін. Кейде адамдар айтады, психологқа неге барам, сол әңгімені мен басқа адаммен айтамын. Адамның өмірінде көп емес үндемей, сен тыңдап, сенің айтқаныңды жай құр тыңдап емес, түсінуге тырысып, не айтып тұрғаныңды түсініп, өткен әңгіменің бірнеше деңгейі бар. Ол бергі жағындағы бет жағы бар, асты бар, ол бұрынғы историямен бір байланысы бар. Сол 45 минут бойы ештеңеге алаңдамай сен туралы ойлана алатын адамды табу өте қиын. Менің өмірімде 45 минут бойы мен туралы ойланатын адам жоқ. Иә. Өйткені мен бірдеңе айтсам, ол Өзінікін айтады. Иә. Мен бір ауыр эмоцияларымды айтқан кезде ол адам шыдамайды да бірден шешімін айтады. Шешім айту деген не? Шыдамау ғой. Иә. Құлағыңды жауып алған сияқты, маған айтпа, маған қиын қазір оны тыңдау. Бұдан да саған шешім бар, массажға бар, моншаға бар, жүгір, отыр, диетаға отыр деп айта салу оңай. Біз оны бір керемет ақылды болғаннан емес, біз сол жаңағы эмоциялық жұмысты тоқтату үшін айта қоямыз. Ал үндемей сол қиындықты тыңдап отырып, шынымен де не екен, қалай болады екен деп тыңдап отыру, ол үлкен жұмысты талап етеді. Біз психологқа сол үшін барамыз. Сондықтан да қазір жақсы болды ғой сөзде, құнсыздандырмау деген. Психологтың жұмысын құнсыздандырмас. Әрине ол әртүрлі психолог бар. Мен де қазір өте бір сондай сақ болып кеткенмін. Психологқа бар деп те айтуға қорқасың, ол қандай психолог? Мүмкін ол тасымал деген нәрсені білмейтін психолог шығар. Саған келеді, сені жақсы көріп, сен ойлайсың, ой, мен қандай күштімін, мен жақсы көріп тұр. Сен оның махаббатын пайдалана бастайсың. Пайдалану деген не? Өзіңнің жұмыстарыңа оны пайдалану, одан бірдеңе сұрау, білмеймін. Кейс ретінде қолдану бәлкім. Иә, мысалға, сені жақсы көріп тұрған, саған сеніп тұрған адам саған жоқ демейді. Өйткені жоқ десе, ол ойлайды, сен онымен жұмыс істемей қаласың ба деп. Сондықтан сен оған айтсаң, мен сенің жұмысыңды кітабыма пайдаланамын десең, ол әрине жоқ дейді. Бірақ ол жоқтың артында әйтеуір бір өзінің реніші болуы мүмкін. Ол мүмкін кішкентай кезінде жоқ дей алмағанымен байланыстырып қалуы мүмкін. Сондықтан да тасымалды біз солай ескеруіміз керек. Ал ондай нәрсені білмейтін адамдар соблазнять етуі мүмкін клиентіне, қандай да бір жаңағы эротикалық тасымалды ескермеуі мүмкін. Маған ғашық болып тұр шынымен де деп ойлап қалуы мүмкін. Тіпті өзі ойлап қалуы мүмкін, мен оған ғашық болып тұрмын деп. Өйткені жаңағы адамның тасымалын өзіне алған кезде ол оған қарсы тұра алмайды. Тарихта көп аналитиктер болған, сондай тасымалға қарсы тұра алмаған, шынымен сеніп қалған, бір роман бастап кеткен. Сол жағынан осы ең алғаш тасымал феноменін айтқан Фрейдтің бір не дейді оны, тарихы сондай таза да, ол ешқашан берілмеген тасымалға, ол барлығын солай ажырата білген, қай кезде өзінің тұлғасы, қай кезде оның басындағы тұлға деген сияқты. Жалпы Фрейдтің өзі психоанализді негізін қалағаны да өте қызық болған. Алғаш бір пациент келген, әйел, сосын өйстіп айтып жатқан, Фрейд оны тоқтатып, білмеймін, мүмкін шешімін айтты ма, неткен кезде әйел ашуланған. Енді ол сондай бір кезең ғой, викторианский кезең, жаңағы патриархал қоғам өте қатты ұрысқан. Қойшы енді, мен сөйлейінші, мен бөле бермеші, мені онсыз да сыртқы әлемде менің аузымды аштырмайды, үйімде аузымды, хотя сен тыңдашы, аузыңды жауып отырып дейді. Содан психоанализ пайда болған. Өйткені адамға өте маңызды. Бізді біреу үнсіз тыңдай алғаны, біз туралы ойланғаны, біз кетіп қалған кезде де ол адам ойланады. Ол туралы ойланамыз, супервизияға барамыз, жазамыз, бірдеңелер оқимыз, ізденеміз. Біз ол адамның кетіп қалғанменен де ішімізде оның бір бейнесін сақтадық. Адамға маңызды. Оның барлығы бір бейсаналы түрде бәрібір инвестиция ретінде сезіледі. Осы ретте жаңа айтып қалдыңыз, үйреніп кете ма деп.
қорқады деп көп адамдар. Шын мәнінде мен сондайды жиі естимін. Немеге бара береді, ода бір сондай тәуелділік пайда болды. Басын айналдырып алған, Басын өзіне айналдырып отырғызып алған, қойған. сонша ақшаны жібереді, одан да анау ашық көздерден оқи салмай ма? Кітап, көп адам айтады, мен бармаймын, себебі мен кейде айтады, кітаптан ақ соны оқи саламын деп. Осы жерде қалай қорықпай баруға болады? Тәуелділік болады ма, болмай ма? Енді ол мен айтқанменен де ол саналы түрде айтқаннан ештеңе болмайды. Егер адамның бейсанасында алғашқы өміріндегі қарым қатынасы айтарлықтай сәтті болатын болса, иә, мамасы тұрақты болса, мамасы оның түрлі мінезіне шыдай алған болса, ол адамда сенім болады. Басқалар маған шыдай алады, басқалармен мен тіл табыса аламын. Ондай адам терапияға да шыдай алатын болады. Өйткені терапия ол оңай емес. Бір күні адам көңілі қалып кетеді, Иә. ренжіп кетеді. Өзі мысалға соңғы 20 минутқа келді, а біз созбаймыз, 45 минут жаңағы білмеймін 12-45-те аяқтаймыз, а ол 20 минуты оның қалып қойды. иә, ол үлкен сондай нарциссттік бір ренішпен кетті. Менің уақытым желініп қалды деп, өзі кешіккенмен. Иә. Өйткені ол өзі кешіккенмен сен оның уақытын алып қалды деп ренжиді. Бірақ та келесі сессиясына келеді сол ренішін арқалап. Бірақ та ондай нәрсеге де шыдай алу үшін бәрібір алғашқы қарым қатынас азды көпті жақсы болу керек. Бұл бір үлкен сондай бір қарағанда заңды сияқты, бір қарағанда сондай әділетсіз сияқты. Алғашқы қарым қатынас әлсіз болған, тұрақсыз болған адамдар как раз қорқады тәуелділіктен. Тәуелділікке түсіп қалам деп қорқады. Ал кез келген қарым қатынас ол тәуелділік. Кез келген қарым қатынаста партнеріңнің көңіл күйі бәрібір саған әсер етеді. Бәрібір сен оны іздейсің. Біз бүгін кездесіп, ертең ұмытып қала беретін болсақ, онда адамдардың қоғамы қандай қорқынышты болар еді, иә? Бізде ешқандай бір моногамия болмас еді, ешқандай бір келісім болмас еді. Біз мысалға келістік. Бәлен күні осындай уақытта кездесеміз деп. Сен де өзіңнің жұмыстарыңды реттеп келе қойдың, мен де айтып қойдым ғой деп келе қойдым, иә? Ал егер оның ешқандай мәні болмайтын болса, хаос пайда болады. Жаңағы терапияға өте қатты шыдай алмайтын адамдардың жаңа проблемасы сол алғашқы қарым қатынас. Ол жерде терапия көмектесер еді, бірақ олар да шыдай алмайды. Сондықтан тәуелділігі орнайтын адаммен мүлде қарым қатынасқа тәуелді бола алмайтын адаммен арасында тәуелділігі бар адамдарда жақсы болжам бар деп айтар едім терапияға. Өйткені сол жерде бірдеңе кездесіп, бірдеңе шешіп жұмыс істей алуға болады. Фрейд ол баста айтқан осы психоанализ бағытын қолданған кезде жаңағыдай тасымал жасай алмайтын адамдарды бөлек алған. Яғни біреу келген кезде сені бәрібір бейсаналы түрде мынау менің білмеймін біреуіме ұқсайды, жақсы адам сияқты деп сол нәрсесімен саған келеді. Ешқандай тасымал жасай алмайтын адамдардың категориясы болады, олармен жұмыс істеу мүмкін емес деп айтқан. Сондықтан егер психолог тәуелділікті өзінің мақсатына пайдаланбайтын болса, мен оны жақсы дер едім. Және адамдар 6 ай бардым дейді де, кейде көп бардым деп ойлап жатады. Менің ойымша 6 ай ондай ұзақ уақыт емес. Өмір бойы баратындар да бар. Өмір бойы бар. Егер ол өмірінің сапасын жақсартатын болса, психикалық аппаратын жақсы деңгейде ұстайтын болса, неге өмір бойы бармасқа? Ол бір немес, ауру емес, тәуелділік емес. Тағы қосып кететін мен сұрамаған нәрселер бар ма? Мысалы, мынаны айтсам деп едім. Себебі уақыт тез өтті, біз бір енді көп сұрақтарға әрине жауап алмадық, бірақ десек те көп нәрсені қаузаған сияқтымыз. Саған рахмет, бүгін осындай бір нақты нәрсені айтып, нақты осының шешімі қандай деп сұрамағаны. Өйткені әдетте солай сұрайды да мен қатты қиналып қаламын. Мысалға адам айтады, біреу айтады, мен сөйтіп өтірік айтамын, қалай қойсам болады өтірік айтқанымды деп. Ол білмейміз, өзіне бірдеңе қауіпті болғаннан өтірік айтып тұр ма, ол махаббатқа ие болайын деп өтірік айтып тұр ма, ол мүмкін сондай тәрбие болды ма, мәдениет болды ма, иә? Өйткені мәдениет деңгейі өте көп нәрсені шешеді. Адамның мәдени жинаған үйіндегі алған багажы қаншалықты болғаны. Кейде адамдар соның барлығын оңайлатқысы келеді да, бір шешім сұрайды. Психоанализ ештеңеге нақты жауап бере алмайды, өйткені психоанализ өте сондай индивидуальный жұмыс. Бір адам келді ма, тек соған бағытталады. Айтатын біздің интерпретациямыз, вообще интерпретация айтамыз ба, айтпаймыз ба,
онымен аптасына 3 рет жұмыс істейміз. Оны отырғызамыз ба, көрсеткенде жатқызамыз ба, онымен қалай келісеміз, мерекеде демаламыз деп келісеміз ба, немесе мерекенің ішінде де жұмыс істейміз ба, былай уақытта маған жаз деп келісеміз ба, немесе сіз шыдай аласыз, маған жазбаңыз деп келісеміз. Ол өте индивидуальный нәрсе. Сондықтан да ол мүмкін қымбат, мүмкін сондықтан да мамандар өте аз. Бірақ та адамдар сіз айтасыз ғой, жаңағы кітап оқиды дейсіз, біреу. Бір жағынан мен ойлаймын, кітап оқуда сондай тірі байланыстан қашу. Өйткені тірі байланысқа келген кезде өте қиын. Бір күні психологтың как будто көңіл күйі жоқ сияқты, сені жақтырмай тұрған сияқты. Адам ойлай бастайды, мен деген өткен аптада төлемді кешіктірдім, енді мені жақсы көрмей тұр, мені бүгін жақсы тыңдамай тұр деген сияқты. Бірақ біраз жұмыс істегеннен кейін ол айтады, баяғыда білмеймін, маған осындай әжем суық қарайтын еді, мен сіз соған ұқсатып тұрмын деген сияқты бір процесстер бәрібір жүреді. Бірақ соның бәріне бәрібір шыдау үшін адамға шамалы күш керек, психикалық. Ал қазір мүмкін біздің сондай күшіміз аздау. Біз басымыздан сөз асырмаймыз. Бір ренжіскен адамымызбен оған шанс бергіміз келмейді. Бір рет киноға бардық та, ол білмеймін, лас аяқ киіммен келді, біз ойладық, менің адамым емес. Мүмкін сенің адамың шығар. Сен оны өте бір оны бөлшекпен қабылдау дейді. Нәресте алғашында мамасын бөлшек етіп қабылдайды. Ол сенің тұлғаңды білмейді. Мынау пәленше деген аяқ қолы бар менің мамам демейді. Ол жақыннан қараған кезде, жақыннан сен бір көзіңді, білмеймін, мұрныңның жартысын, бетіңнің жартысын көреді. Ол бөлшек етіп қарайды ғой. Кейде тыңдасаңыз, кейбір адамдар солай бөлшек етіп іздейді өзіне партнерін. Көзі, білмеймін, осындай, мұрны қырмұрын, шашы ұзын адам керек маған деген сияқты бөледі. Әрине біздің бәрімізде сондай бар. Біз белгілі бір мағынада солай таңдаймыз. Бірақ та бәрібір іштей біз адамға толық қарауды үйренуіміз керек. Оның бөтен екеніне шыдау, оның басқаша екеніне шыдау, бірден біздің көңіл күйімізді тілсіз түсінбей қойғанына шыдау. Оған да кейде психологиялық адамды дайындау керек. Адамдар айтады, мен оған айтпаймын неге ренжіп тұрғанымды, ол өзі тапсын. Мені жақсы көретін болса, ол сені табу керек. Бұл как раз біздің мамамызға жасайтын отношениеміз. Мамамыз как будто солай бізді табу керек сияқты. Бірақ егер мамамыздың ресурсы жетпей қалған болса, бізде сол нәрсе қалып қойды да, біз оны басқа қарым-қатынасқа бәріне таңдық. Неге мені басқа адамдар мақтамайды, неге мен ішімдегін білмейді, неге олар мені ескермейді, қонаққа барған кезде неге мені қошемет деген жоқ. Көп адам сөйтіп ренжиді. Маған тос берген жоқ, мен сөйлеткен жоқ, менің көйлегімді мақтаған жоқ деп бір сондай бір ренжіп қалады. Егер түсінсе, ол тек қана сөз жердегі байланыс емес, ол осыған дейінгі тарихқа байланысты екенін түсінсе, әр адам басқаша қабылдар еді. Енді дәл қазір сондай психологқа баруға мүмкіндігім жоқ, психоанализ ұзақ деп табатын болсаңыз, менің тым болмаса бір айтатын ойым, өзіңізді сондай бір шаблонный, бір абзацпен жазылған посттарға, білмеймін, 30 секундтық рилстарға нетіп қоймаңыз, келіп қоймаңыз. Мысалға бір адам айтады, мен осындай инсайт алдым деген кезде, басқа адамдар өре түре келеді, мен де сөйтіп инсайт алдым, маған да сен көмектестің, бірақ ол мүмкін емес. Әр адамның жолы әртүрлі. Біз бәріміз бірдей болуға міндетті емеспіз. Сіз бірақ өзіңіз туралы мүмкін асықпай басқаша ойлана аласыз. Енді біз бәріміз Фрейд сияқты гений емеспіз, мүмкін, бірақ та Фрейдтің әдісін пайдалансақ болады ма екен, білмеймін. Мен енді адаммен байланыс жасаған дұрыс деп ойлаймын, бірақ енді Фрейдтің заманында Фрейд ең алғашқы аналитик болды да, ол кімге барарын білмеді. Фрейд жазып тұрып анализ жасаған. Мүмкін солай өзіңіздің тарихыңызды жазып шығыңыз, қайтадан оқыңыз. Маған не әсер етті, менің өмір жолымда қандай жақсы адамдар болды, жақсы қарым-қатынас болды, қандай менің көңілім қалған қарым-қатынас болды. Қазір менің көңілім қалатын, қайталана беретін, маған ұнамайтын қарым-қатынас мүмкін баяғыдан бір төркіні жатыр ма баяғыда деген сияқты. Сондай бір өзіміздің индивидуальный ерекшелігімізді ескерейік. Бізде мына денсаулық айдарына келген адамдардың бәрінің, дәрігерлердің бәрінің айтатыны, мен байқағаным 3 нәрсе. Сол 3 нәрсе дұрыс болса, бір өмірінің денсаулығы да жақсы болатын сияқты. Ол жаңағы стресстің аз болуы, ұйқының жеткілікті болуы және спорттың болуы.
тағы төртіншісі жақсы рацион, тамақтану деп айтқан. Бірақ енді біз стрессіз өмір сүре алмаймыз, иә. Біз таңертең ұйқыдан тұрғанның өзі стресс, иә. Бірақ бұл жерде стрессті кортизол көбейеді басқаруды үйрену керек па, жаңағы сіз айтқандай әр нәрсені жүрегіңе тым жақын қабылдамауды үйрену үшін де өзіңді енді түсіну керек болып тұр ғой, иә, өзіңді. Сондықтан сол сияқты психолог ретінде деннің саулығы, жанның саулығы үшін маңызды нәрселерді атап өтсеңіз. Бар ма сондай нәрсе? Ертеңмен тұрып 15 минут серуендесең, сенің менталдық денсаулығыңа жақсы әсер етеді деген. Жоқ. Өйткені 15 минут серуендеу ол немесе шығармашылық серуендеу болуы мүмкін, адамға бір ой салатын, немесе ол механический серуендеу болуы мүмкін. Таңертең тұрдың, солдат сияқты киініп алдың, жүрдің, әйтеуір 15 минут тарсылдап үйге келдің. Ол жерде ешқандай проработка болмауы мүмкін. Ол жерде тек қана дененің бір солдат сияқты барып келуі болуы мүмкін. Барлығы индивидуальный нәрсе. Бір адам үйде отырып картошка пісіреді, и сол картошка пісіргені оған бір шығармашылық. Біз айтамыз, ол шығармашылықпен айналысу керек. Шығармашылық міндетті түрде картина жазу емес, салу емес қой, керемет сурет салу емес қой. Картошка пісірдің, бүгін басқаша қылып пісірдің, басқаша қылып турадың. Бүйтіп қарай бергің келді, анаған суретін түсіріп алдың, басқаша шықты, басқаша дәмдеуіштер қостың. Өзіңнің ішіңе ұнады. Инстаграмда 100 лайк жинаған жоқсың, бірақ өзіңе бір сондай қанағат алып келді. Демек ол жерде шығармашылық бар. Адам шығармашылыққа психикасын арнайы алды, психика содан бір удовольствие алды. Кейде біз тамақты тарс-тарс істей саламыз, бәрімізде болады. Ол кезде біз тіпті дәмі де ұнамауы мүмкін, бірдеңе болмай, ұмытып кетуіміз мүмкін бірдеңе қосуды. Ол уже басқаша процесс. Сондықтан да барлық бір рутина бірдеңелерді істеген кезде адамға сол бір өзіне қанағат алып келу керек, өзіне ұнау керек. Біреу айтты, жарты сағат жүру керек, мен барып жүріп келдім, бірақ маған ол ешқандай проработка болмаса, психикаға мүмкін аяқтарым бұлшық еді өсіп қалған шығар, бірақ психикама ешқандай көмек болған жоқ. Жалпы біздің психикамыз азды көпті жақсы деңгейде жұмыс істеуге бейім, өйткені сол арқылы біз көп ауырмаймыз, өзімізді алып шығамыз, стресстерден. Қандай мен көмек бергеннен гөрі жаңағы нені айтар едім, қандай кезде психикалық аппарат шамалы әлсіреп тұрғанын білуге болады. Егер сіз осыған дейін тым жақсы түрлі бір оқиғалары бар, түс көріп жүріп, бір күні түсіңіз жоғалып кететін болса, онда ол симптом болуы мүмкін. Сіздің психикалық аппаратыңыз қазір әлсіреп тұр. Сондықтан да ол түс көрген кезде біз күндізгі бір оқиғаларымызды плюс бұрыннан келе жатқан оқиғалар шамалы өңдеуге тырысады психикалық аппарат. Түс жоғалып кетсе, демек психикалық аппараттың әлсіреп тұрғаны. Тіпті маусымдық жаңа вирусный аурулармен шамадан тыс ауырып кетсек. Өйткені тағы да адам психофизиологиялық құбылыс деп есептеледі. Оның психикасы, денсаулығы, денесі бір-бірімен байланысты, екеуін бөліп алмаймыз. Біз тіпті айтады, сол француз психоанализі тұмаумен ауырғанның өзінде де шаршап психикасы шамалы әлсіреп тұрған адам ауырады, бірақ психикаң шамалы қалыпқа келгеннен кейін сен де жазылып аласың дейді. Сондай тез ауыратын болсаңыз, жазылып кетпейтін болсаңыз, үнемі шаршаңқы болатын болсаңыз, сіздің өзіңіздің өмірге деген энергияңыз өзіңізге жетпейтін сияқты болады. Әдетте біздің бір тау қопарудың керегі жоқ. Мен андайға да онша қатты сеніммен қарай бермей, таңертең марафон жүгірді, түсте барып білмеймін керемет бірдеңе істеді, кешке адамдар жинап тағы да жұрттың алдына шығып бірдеңе істеді, жұмысында бәйге алды деген бізге мүмкін емес. Ондай қысымға шыдаудың өзі үлкен ресурс талап етеді. Яғни ол адамның психикалық аппараты үнемі сондай қысымда жұмыс істеу керек сияқты. Ол жерде де мүмкін бірдеңе бар шығар. Бірақ та күнделікті сіздің көңіліңіз толатын өмірге энергияңыз жетпей жатқаны, ол да бір симптом болуы мүмкін. Одан кейін тағы бір қосатын нәрсе, жай нәрсеге, қарапайым нәрсеге тым шектен асқан бір эмоциямен жауап беретін болсаңыз, бір артынан сосын ойлансаңыз, мен ана жерде бекер еңіреп жыладым, бекер ана жерде қатты ұрсып кеттім, маған ондай нәрсе тән емес еді, мен негізі ондай емес едім, маған не болды деген сәттер көбейетін болса, демек сіз біз қазір екеуміз ұрсып қалып, мен мына жерде қатты кететін болсам, ол тек қана мен актуальный нәрсеге ұрсып тұрған жоқпын, мен бұрыннан келе жатқан бірдеңелерім қосылып кетті. Өйткені психикада бір мәселе, бір травма
екінші травманы бүйтіп шеңбер сияқты, шынжыр сияқты бір-бірін қозғап кетеді. Қазір болған актуальный нәрсе міндетті түрде баяғы нәрселердің барлығын қопарады. Сондықтан неге мен сондай қатты реагировать еттім, басқа адам нормально отыр ғой деген нәрсенің де өзі симптом болуы мүмкін. Ол бір кейде адамдар сондай нарциссттік мүмкін, нарциссизммен Қазақстанда нөмір бірінші психологқа баруым керек деп ойлауы мүмкін. Кейде адамдар сен болмасаң ешкімге бармай, маған тек қана сен керексің деп. Шынымды айтсам, мен ондай кезде жұмыс істегім келмейді, өйткені өте көп ана жерде тасымал бар, өте мені қатты идеализировать етті, ондай нәрсемен жұмыс істеу өте ауыр. Міндетті түрде ертең 10 шақты сессиядан ой сен енді шықпайды екен дейді. Менің өзімнің үйімде қанша шаруам бар. Мүмкін жас кезімде мен оның бәріне шыдар едім. Қазір мен өйтіп өзіме ауыр жүктеме алғым келмейді. Сізге нөмір бірінші психолог керек емес, сізді жалпы просто тыңдайтын адамнан бастауға болады. Көп рахмет, Сая, өте жақсы терең әңгіме болды деп ойлаймын. Әрине Саямен сағаттап сөйлесе берсе болады, өйткені енді психологпен сөйлесу, өзіңді түсіну, көп нәрсеге жауап алу, ол өте маңызды. Бірақ көптеген адамдардың ойына ой қозғайтын, ой салатын әңгімелерді талқыладық деген ойдамын. Егер тағы да қосып кетем деген нәрсең болсаң мархабат, жоқ десең эпизодты аяқтай берсек болады. Достар, осымен Ой детокстың кезекті эпизоды аяқталды. Ой детокс денсаулық айдарына әлі жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Сіздердің бірнеше секунд уақыттарыңызды алады, ал осы ақпаратты қажет ететін адамдарға көбірек таратуға мүмкіндік береді. Өкінішке орай, YouTube алгоритмдері солай жұмыс істейді. Неғұрлым көп адам қарап, комментарий қалдырып, лайк басса, соғұрлым көбірек адамға таратады. Өз кезегінде мен Ой детокс денсаулық айдарына қолдау білдірген Медсервис плюс фармацевтикалық компаниясына алғыс білдіремін. Келесі эпизодтарда аман есен естіскенше, көріскенше сау болыңыздар, жаныңыз де, тәніңіз де сау болсын. Сау болыңыздар.